Саламатсыздар ма? Біз өткен сабақта if пен танысқан болатын, яғни шартты операторлармен және оған бір мысал келтірген болатынбыз. Ал бүгінгі сабақта біз ұмытып қалдым ма? Бүгінгі сабақта біз нені өтеміз? Нені өтпейміз, яғни жай бір мысал көреміз. Яғни мынандай бір қарапайым бір бағдарлама жазып көреміз. Яғни тапсырма былай. Біз екі сан етіреміз. Яғни А екі айнымалы аламыз. А бірге тең болады, және Б бірге тең болады. Ой, Б бірге тең болады, екіге тең болады. Және Enter'ді басқан кезде Аның мәні 2 болу керек. Ал Б'ның мәні 1 болу керек. Яғни мәндерін ауыстыруды үйренеміз. Яғни оны қалай істейміз, оны былай істейміз. Ең алдымен айнымалы аламыз. Яғни бірінші AB-ді аламыз. Екі айнымалы аламыз. Екеуінің типтер бір болғаннан кейін, бір болған үшін екеуін бір қатарға жазыламыз. Енді ендіреміз бірінші А-ны. Одан кейін Б'ны. Енді Cout А және Cout Б and қазір біз әшейін жіберіп көрейік. Көреміз не болатын. Бір, екі, үш, төрт. Яғни Аның мәні 1, Бұның мәні қазір өз орнында тұр. Яғни А ол 1-ге тең, бұрынғыдай. Яғни Б 2-ге тең. Яғни сәл былай істейік, сонда әдемі көрінеді. Так, күтті. Яғни А тең Б тең. Яғни бұлай жіберіп көрейік. Егер түсінбеген болсаңыздар. Яғни 1, 2. Яғни Аның мәні 1, Бұның мәні 2, С-ның мәні 3. Мақұл. Енді осы жерде бір екеуінің мәндерін ауыстыратын бір арам ой келтірейік. Яғни бізге бір уақытша деген бір айнымалы керек та. Аты уақытша. Бұл уақытша негізінде былай жұмыс істейді. Яғни бірінші біз Аны ендіргенде Ада мысалы 1 тұрса, мысалы кез келген бір сан тұрса, бірінші уақытшаны аламыз да, Адағы қандай мән тұр, соны меншіктейміз. Және екінші, бұл уақытша Аның мәнін өзіне уақытша сақтап тұрады деген мақсатта уақытша деп аталған. Енді Бұның мәнін Аға меншіктейміз. Яғни Бұда тұрған мәнді Аға жібереміз. Енді одан кейін уақытшада тұрған мәнді Бұға меншіктейміз. Уақытша. Енді жіберіп көрейік, одан кейін түсіндірем. Мысалы Аның мәні 1 болса, Бұның мәні 2 болса, осылай екеуінің мәні ауысады. Яғни кәдімгі ауысады. Енді түсіндірейін. Бұлай қарап тұрсақ, бұл жерде
бұл программада ешқандай пайда көрмейтін сияқтымыз, бірақ бұл программаны түсініп алсаңыздар, меншіктеу және сәл де болсын логиканы іске қосуды үйренесіздер. Яғни осы сияқты есептерді шығарсаңыздар. Яғни бірінші қараймыз, компилятор оқиды, мыналарды оқиды, бар екен үшеу, мынаны қарайды, син ол аны ендіреміз. Яғни аға бір енді. Син 2 қарайды. Б-дің мәні 2. Енді ада бір тұр, Б-да 2 тұр. Енді уақытша деген айнымалыға, ол пока ешқандай неге тең емес. Нөлге тең болуы мүмкін. Уақытша келеді, адағы мәнді уақытшаға тастаймыз. Яғни бір тұрма, значит уақытша тең бір деген сөз. Мына жерде Б 2-ге тең, значит Б 2-ге тең, аның мәні 2-ге тең болады. Аның мәні 2-ге тең болады. Бұл осымен бітеді. Яғни біткенде бұл экранға шығуға дайын. Енді астына түседі тағы да. Қарайды. Б уақытшада не тұреді? Ол аға тең тұғын. Значит, ада қандай мән жатыр? 1 жатыр. 1-ді алады да Б-ға меншіктейді. Енді бұл дайын экранға шығуға. Енді C outқа келеді. Яғни Б-да қандай мән тұреді? Яғни бастапқыда ол аға меншіктеліп экранға А шығады. Одан кейін астына түсіп, яғни C outқа қарайды. Бұның мәнінде не тұреді? А-ның бұрынғы мәні тұратын тұғын. Яғни уақытшада сақталып тұрған, ал уақытша меншіктеледі Б-ға. Сонымен бізде мынандай қызық программа болады. Яғни екеуінің мәні ауысады. Бүгінге осы біздің үйренгеніміз меншіктеу туралы сабақ болатын. Және сіздерге тапсырма және сұрақтар болса маған жазыңыздар. Бүгінгі сабаққа осы. Келесі сабақта кездескенше жақсы.